Қалайсыздар, менің батыр аналарым? Бүгін мен сіздермен сөйлеуді түсінудің екінші әдісімен бөлісетін боламын. Кез келген жағдайда бала бізден сұрауды, яғни алуды, осындай коммуникативтік байланысты білмейді, иә? Қандай да бір затты алу үшін бала не агрессиямен жылап алады, не болмаса қолдан осылайнан тартып алады, иә? Бер деп сұрауды біз үйретуіміз керек. Бұл маңызды. Ыммен болса да, не болмаса да сұқ саусақпен көрсетсе де, бала керекті дүниесін сұрау керек. Көп жағдайда диагнозы бар балдар не жұлып алады, не болмаса анасының көмегімен қолын тартып жұмыс жасайды. Сол кезде біз балаға бер деп айтуды үйретуіміз қажет. Мәселен, қалараңыздар, кез келген дүниені, мысалға ойыншық дейік, телефон дейік, осылайынан қоямыз. Мен ана, бала отыр жанында. Мысалға кез келген затын алдық, балаға керек, бұл керек. Бала не істейді? Бізден жұлып алады. Сол жағдайда біз балаға нені үйретеміз? Бер деп сұрауды үйретеміз. Қараңыз. Сұра, бер деп сұра, міне, бер деп сұра деп, осылайынан қолын ашып, затты қолына ұстатамыз. Ұстатқаннан кейін, мә, ал деген сөзді қолдану шарт. Кез келген жағдайда сұра деп айтамыз. Сұра, міне, сұра. Баланың қолына дүниені, яғни зат ұстатамыз. Мә, ал. Осы екі сөзді міндетті түрде біз пайдаланамыз. Бұл әдіс сізге бірден көмектеспеуі мүмкін. Күнделікті, әр жағдайда, үйде болсын, ас үйде болсын, көшеде болсын, қандай да бір затты бала жылап алып қойып жатса, тартып алып жатса, бер деп ыммен сұраса да, сұрағаны дұрыс. Солай сіз затты беріп баланы ана мен баланың арасында кішігірім байланысты орната аласыздар.